Сәлеметсіңдер ме балалар, көңіл күйлерің жақсы ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көкөністер мен жемістер. Мақсаты табиғатты сүюге, аялауға, қорғауға тәрбиелеу. Жемістер мен көкөністерді ажыратуды дамыту. Көкөністер, жемістер туралы түсінік беру. Оларды сипаттап айтуға үйрету, сөздік қорын молайту. Балаларға дәрумендер және олардың денсаулыққа тигізетін пайдасын жайында түсінік беру. Жемістер мен көкөністердің пайдасын түсіндіру. Ал олай болса, шаттық шеңберін жасайық. Біз қандаймыз, шұғылалы таңдаймыз, күлімдеген күн дейміз, ренжуді білмейміз. Қуанасың сен де, қуанамын мен де, қуантайық достарым арайлап атқан күнге. Балалар, көкөністер мен жемістер адамның денсаулығына қажетті дәрумендердің қоры. Біз көктем айында көкөністерді дән арқылы жерге себеміз, күз айында оларды жинап аламыз. Жемістер бауда өседі, ал көкөністер бақшада өседі. Алманы көп жесеңдер, түрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. Қараңғыда көруді жақсартады, шаштың, тырнақтың өсуіне әсер етеді. Ал лимон, оны кесіп алып шайға салып ішетін болсақ, қан қысымын төмендетеді. Ал банан, сүйек, тырнақ, шаш өсуіне көмектеседі. Біз жемістерден тосап жасаймыз, ал көкөністерден әртүрлі тұздамалар дайындаймыз қыс мезгіліне. Баудан үзіп алған жемістерді жумай жеуге болмайды. Міндетті түрде тазалап жуып, сосын жейміз. Ал олай болса балалар, сергіту сәтін жасап жіберейік. Ақбас қызыл сарымыз, көкөністер әніміз, дастарханың сәніміз, көкөніс біз бәріміз, үсті басым толған күз, күлім кештеу күлім күз, күлі берім суықта, картопын мен ұмытпа, менің атым қызанақ, гүл емеспін қызғалдақ, достарым көп домалақ, қауын қарбыз асқабақ, ыстық күнде жатамын, суыққа да шыдаймын, жапырақты үстіме қабат-қабат киемін. Ала допын жап-жасыл, ішім тәтті қып-қызыл, басым үлкен домалақ, қабығым жолақ-жолақ, қояндардан қорқамын, жасырынып жатамын, жер астында төсегім, сары болып өсемін. Ал балалар, сергіп алған болсақ, жұмбақтың жауабын табайық. Күн қызуын төгеді, бақшада дөп өсіп келеді. Ерекше қалдырар дәм із, шөл қандырар ол не? Әрине, дарбыз. Келесі жұмбақты тыңдаймыз. Түзу етіп қатарлап, бақшаға оны салады, араға аз уақыт сап. Не өсіп шығады? Дұрыс айтасыңдар, пияз. Ал балалар, жұмбақтың жауабын дұрыс таптыңдар. Ал енді мына себеттерге жемістерді және көкөністерді ажырата отырып жинаймыз. Ал балалар, бүгін біз не үйрендік? Олай болса видеороликке Болжып тұр. Керемет, сары өрік. Мінекей балалар, күтімі дұрыс болса, кішкентай ғана шыбық ағаштардан осындай зәулім жеміс ағаштары өсіп шығады. Ал бұл жемістердің құрамында адам денсаулығына қажетті дәрумендер өте көп. Ата, дәрумен деген не? Ол не үшін керек? Дәрумен денсаулық кепілі дейді. Дәрумендер адамға өте қажет. Жеміс жидекті үнемі жеп жүретін болсаңдар, дендерің сау, мықты, әдемі боп өсесіңдер. Міне қызық. Мен түсіндім, ата. Ағаштарды сындыруға болмайды. Мен енді олай жасамаймын. Біз енді олай жасамаймыз. Әрине. Ағаштарға су құямыз, сындырмаймыз. үйге тапсырма. Көкөністер мен жемістерді пайдалана отырып, әртүрлі ғажайып дүниелер жарату.